Өші мынандай қазақтар жоқ жерге барамыз. Вообще аяқ баспаған бар ма? Ya bilem onday жерді. Қандай? Kalbimi kırdın bin defa, sakın dönme ardına. Son kez geldim kapına, tüm aşkların adına. Kalbimi kırdın bin defa. Сен қуасың ба, Ne oldu? Мен саған адам қылсып айттым ғой, қазақтар жоқ жерге деп. Мынау Турция ғой, мына жақта тас-лақтасаң қазаққа тиеді. Ё-моё. Сен де көрдің ғой қайқа келе жатқанын, самолетке мінетін кезде дәу жазулы тұрды ғой, Турция, Стамбул деп. Или жер таңдап ұрсасың ба? Сен қуаты кетсің ғой. Қазақтар көптеген жақсы ғой, бір-бірімізге әйтеуір пайдамыз тигіземіз. Тем более бизнесмен класстасым бар менің. Уайымдай бермеші, қазір звондап жіберемін, бәрін шешіп жібереміз. Ой, сен далбан екенсің, кетші. Күте тұрса, қазір звондап жіберейін да бірінші. Амай атыр, что там вообще? Сосын мешіттің қасында боқтамаса, ау. Ora-varıp jüvereyim ba, ora-varıp jüvereyim ba, can. Ora-varıp jüvereyim ba, ora-varıp jüvereyim ba, seni. Ora-varıp jüvereyim ba, ora-varıp jüvereyim ba, can. Ora-varıp jüvereyim ba, ora-varıp jüvereyim ba, seni. Neredesin giderim ağan? Neredesin giderim ağan? Кайф-та, Не болды? Не болсын, амай атыр да телефон. Тасташы сол, алмайды ол по-любому. Сен не қылсың, адам дейтін 2 жыл оқыған класстасың, сен Турцияға келе ма? Үйті Стамбулға. Оның қасында бар ғой, 20-30 жыл бойы дос болып жатқандар, бір-бірін сатып кетіп жатыр. Мынау чепуха. Братан, сен де өмір осындай екенсің, бір жамандық шақыра бересің өзің. Мен класстасым білем ғой, просто жиналыста отыр. Қазір шығады, телефонын алады, нормально болып кетеді ғой. Одан да мына жерге суретке түсіріп жүрші, мен нормально қылмай. Әп-әдемі түсіріп жіберсек, инстаграмға сап қоймайын ба? Гүлжанат көрсін да, Стамбулда, Турцияда жүргенімді. Дұрыс. Давай. Нормально ма? Нормально. Былай ше, бүйтіп тұрсам ше. Давай. Нормально ғой, Былай. Бүйтсәл денелі ірі жігіттер ұқсап ше. Четко. Болды, братан, келсе енді сені түсіріп алайын да. Қумашы мына жерге ма? Қызыл, көк, сары. Неме голубойлардың туы ұқсап? Ой, қойшы братан. Ертең не инстаграмға салған кезде, әділет, ойбай, голубой болып кетті деп айтам ба, нормально ғой түсе берсе. Мен тұстап алсай, давай, тұрып түсіріп. Кел. Ой, тұрсай, нормально түсіріп алам. 1, 2, 3. Ой, братан, ұялмаш, қатаймай, не бір жан-жағыңа қарап ұялып тұрсың ба? Ұялсаң, ай түсірмей-ақ қой. Түсір, давай. Давай, бош, немене? Давай. Ана, Қазақстан деген аш, Қазақстан. Давай, алып атырым, давай. Вот, нормально. Қайсы? Қараш, әп-әдемі, сүп-сүйкімді, голубой болып қалдың ғой. Айбой. Кеттің, классасын іздейік. Жүрдің ба? Солын жамат үйіп көрдің ба? Шүкір, бала бабында, шүкір, тауып теңінде. Шүкір, басы орнында, шүкір, болды ендігіде. Ақыл оның толды, адас бетпен тура жолда. Мери. Ау. Турция шынымен де кайф та. Көзбен көрген, по-любому бөлек болады, Мияқта бос жүрмей бір денізден ұстап алу керек. Дұрыс айтасың, бос кетпей біреуін ұстап алайық та. Бір денізден 2 пилин, 6 бану масада. Дәмең зор екен да, сенің, офырмы, как ты ше? Мамаға айтам, сенбейді ғой. Мери. Ей, Сейт дейсің ғой. Қойшы, немене Турцияға келді, образыңнан шыға алмай қалдық? Беш телефоныңыз? Ау. Беш? Братан, не істедің? Болды, классасың, вообще заңда өйді. Алмайды, не істейсің оны айтшы, не істейсің? Ой, қачап, телефонымызды алып қалмаймыз ба енді, жынсың ба сен? Одан да жататын жер іздеп жүр кеттік. О, жататын жерге ақшаң бар ма не? Берген жоқ ма маған саған? Мен берді ғой маған, кетті ғой суға. Қумаш енді ақшаны чоғылын арта салмаған шығарсың? Мери, ойланам да. Алматыда жүргенде ағайдан таяқ жедім. Қызық орайын деп Турцияға кетіп қалдым.
қаншама проблемалар болып жатыр да. Зайып, сенің кесіріңе кім оказывается ше? Ойбай, неге мен кінәм? Бір бәле болса болды, мен кінәлімін саған ше? Бір емес, екі емес. Не қарайсың? Не қарайсың, чоқ қарайсың, бәрі мені танымайсың. Дымпыланбашы. Дымпыланбасаң өзің дымпыланбай, түсіндің ба? Кечі Зайыбал. Зайыбалыңды астыңа жайып ал. Менікі сенің проблемің, өзің өмір сүр онда. Надоелсің сен уже. Бір емес, екі емес. Кетпе бара. Құры нақ. Өзім-ақ тауып оламын шеш. Жоқ, қалай кінәламайсың? Айттым сол қызға көмектеспей ақ қояйық деп. Ол да проблема болды. ДП дейді ғой маған, өзіне қарап алмай ма? Как будто оған бәрі бірден болу керек ше. Чөт не то болып қалса ол кім кінәлі? Конечно, мерей кінәлі. Жоқ, адам дейтін ақшаны чехолдың артына сала ма? Нем бар еді сол ақшаны чехолдың артына салып, самағанда бәрі нормальный болады. Енді ақшамыз да жоқ, тұратын жеріміз де жоқ. Сонда көті ауыр адамсың ғой, бетіңе айтайын көтің ауыр. Сен ақ сүттен ақ судан таза болып жүре берші. Сен де правильный бол, қайда бізге? Ош, жоғалып кеттік міне. Күн батқанды ағы іздеп мені, достарыма сендің күн батқанды. Алдамшы достар, сені де қолдар күн батқанды. Әуенімме менің, сен делесерісің күн батқанда. Төсіңде мені тауып ал енді таң атқанда. Таппасаң мені, іздеймін сені таң атқанда. Қоштасам көппен, ризасын төкен таң атқанда. Келемін сенді, қиналып ертерек таң атқанда. Нағандай даңғарадай Турцияда бір-бірін жоғалтып ағам ше. Әділет братан да жоқ, қарындаш та. Бичевать етіп кеттік. Мирей! Бауырым! Братан, қалайсың? Тапты ма өтеуір сені? Братан, сені жоғалтып олмады, қорқып кеттім ғой мен. Мен де қорқып кеттім. Әшейін жоғалмашы енді. Болды, жоғалмайым, кешірші мені. Мен де кешір. Білесің ғой мен мінезімді. Сол мінезімнен бәрін тауып отырмын. Болды, братан, мен де енді сен қасында. Вообще тупить етпейік, братан. Болды, кеттік, ой, бауырым. Айтпашы беш? Нені? Нені дегенде ақ, баға бердім ғой саған Насыбайды аэропортта. О, Насыбай ап қалды ғой аэропортта. Аэропортта ап қалды. Неге вообще жоғалып кетпеді? Неге табылдың сен? Проблема. Кетші. Братан, бағана мінез не болды сонда дұрыстайық деген, братан. Қойшы еді, братан. Стамбулда деген 20 миллион халық тұрады ғой, қача бір-екеуі Насыбайдан шығар. Енді әркімнен Насыбай сұрап жүрмейді шығармыз. Түрікше Насыбай білесің ба не екен? Білмеймін ғой. Онда басты кетірмеші. Менің вообще кінәм жоқ. Ана аэропорттағы қыздарға, ойбай, ағай Насыбай тастап кетіңіз, болмайды, ой, не могу деген солар ғой енді. Tebede kara bul kaplara Şimkent, Bişkek, Şimkent, Bişkek, Şimkent, Bişkek. Tebede kara bul kaplara Şimkent, Bişkek, Şimkent, Bişkek, Şimkent, Bişkek. Жамамойлары мақылып мен, жамамойлары мақылып сен, жамамойлары мақылып сен, мен сақтанылып кетті тектен тек, өткен бәрін көтеру керек деп. Ема, класстас, ё-майо, класстас, қалайсың, жақсысың ба? Ема, кәдімгідей өзгеріп кетіпсің ғой, звондасам не алмайсың трубкаңды? Бауырым, тірілікте оққан сөз жүрсе керек, шаруамен. Білем ғой, мен сенің тіршіліктің адам екеніңді білем ғой, жаным ашын, класстасым. Жоқ, бірақ мен саған звондадым ғой. Ой, жынды ғой мынау ғой. Телефонды алды да лақтырып жіберді суға, керек емес, звондамай ақ қой, класстасыңа деп. Оны қоя берші, құрсын қарның ашынан бауырым. Қарын деген ашып кетті ғой, ішек қарным бір-бірімен. Деп қалды класстас. Жаным, класстасым. Артқа бөлмеге отырайын онда, кеттік. Болды. Жаным, класстас. Айттым ғой мен келеді деп саған. Ауылда мен отырам. Братан, қойшы, братан, мен отырайын. Өзге қызға жоғлама деп ақыра, найза кірпікпен ашу жан.
жігіттер ай 93 пен 94 95-те өскендер 96 жетімді бастарынан кешкендер 98 9-да тұстауларын кескендер сол бір шақтар қайда Машинаны қаттай дейді екен да? Базар жоқ, құстың көп кетті. Бүкіл әлем бойынша бар емес па ше? Машинаны қаттай дейтін 3 адам бар ғой. Бірінші Шумахер, екіншісі осы братан. Үшіншісі Гүлжанат қой. Сол кім ол Гүлжанат? Гүлжанат деген баяғы қызым ғой мен вообще. Ustam 2 tane güzel cesa. Bауырларым, қош келдіңдер Түркияға. Ой, рахмет, класстас күтіп отқаныңа, өйстіп сыйлап, дастархан жайып отқаныңа рахмет саған, от душиынан ғой. Бұл мемлекеттің сен энергетикасына чеш, өте тарихқа бай, жалпы өзінің романтикалық сезімге толы атмосферасы бар ел ғой бауырым. Иә, бізде келдік, ұнап жатыр ше. Мына менің досым бар емес па ше? Өте ұрысқақ жігіт қой. Саған 1-2 рет звондап едім, телефоныңды алмап едім. Ой, сенің класстасың күтіп алмайды. Ол 20-30 жыл достар сатып кетеді бір-бірін деп. Сондай әңгіме айтқан тұғын ше. Мен айтқам, ей, менің класстасым алтын жігіт. Мен оны баяғыдан танимын, күтіп алады деген. Рахмет өйстіп күтіп алып әйтеуір абыройыма нұқсан келтірмей күтіп алатқаным. Біз қарапайым адамдармыз ғой, орсын. Ондай неміз жоқ бауырым. Ой, сенің қарапайымдылығыңды білемін ғой. Мектеп кезінен қарапайым едің ғой сен деген. Иә, не істеп жатсың жалпы Турцияда? Немен айналысып жатсың? Қарапайым, тендер, объем, госзакуп, там соучредителермен жұмыс істеп жатырмық, там азербайжанецтермен жұмыс істеп жатырмық жалпы. Иә, қарапайым. Молодец. Осының бәріне қалай жеттің осы жетістіктерге? Үлкен бір еңбек еді ғой. Өте қиын бір жол еді. Сөздің шыны керек. Ақиқатын айтатын болсам, бауырым алғаш 14 жасында келген болатын бұл елге, бұл мемлекетке. Бір ғана пакетпен келген болатын бауырым. Ой, басталды, иә. Осы бүкіл байлардың әңгімесі сондай көк пакетпен келген, мана сыртында Айген деген жазуы бар. Қай магазинде сатады, сондай байтатын пакетті. Әйтпесе біздің мамада ше, полный коллекциясы жатыр мынандай. Шкафта ашсаң полный болып тұрады. Бір байыған жоқпыз ғой, Барлығы сен ойлағандай емес қой, құлақ салып тыңдасаңшы дұрыс деп. Менің айтайын дегенім, сол пакеттен кейін мен деген шемші сатып бастадым. Иә, біліп отырмын ғой барлығын. Пакет аласыңдар, сосын шемшік сатасыңдар, сөйтіп көтерілесіңдер. Не шемшкі ол? Джин ба, или қара шемшкі ма? Айтсаңдаршы, бізде сатайық, байық. Сен еш нәрсені прекрасно түсініп тұрған жоқсың бауырым. Қара, шемшіліктен қалай байып кеттім білесің бе? Сол шемшкі сататын апан сатшы екенсің ғой. Бля, өтпей қалды ма не әзіл бауырым? Класстасым ғой, класстасым. Кезінде КВН-ге, жүр менімен бірге КВН-ге қатысты деп айтқан Том ше. Бармай қалды, осылай әзілдеп жүре береді ол қазір. Иә, бауырларым, өздерің не тіршілікпен келдіңдер? Не тіршілік болғанда сол қазір спортсменбіз өзіміз. Мына қасымдағы дос болғанда спортсмен танысып қойыңдар. Жансақ болады есім. Әділет болады. Танысқаным қуаныштымын, әділет. Мен де қуаныштымын. Спортикпен де әділет. Иә, шүкір. Қай клубта охранник бөлсесің бауырым? Десе, ақырдыға. Түсінбедім. Енді сен спортсмен емессің бе? Иә. Спортсмен болғаннан кейін, әдетте спортсмендер деген енді клубта охранник бөлсемеймін енді. Иә, дұрыс айтады класстасым, иә. Спортсмен деп. Мынау әзір түсінбей ма не ол? Нормально бәрі. Шығып кетші деймін саған. Нормально бар, қазір, класстас қазір келем. Ол ше. Не болды, тыныштық па, айтшы. Чё там, досы, тыныштық па, не болды? Сіз біздес психоз тұрайық Дәл өшірдің тайып тұрайық Үйді чисті кет Ал, ассалаумағалейкум, Пантаре спортсменінің тұрақты көрермендері. Егер де сериал ұнаса, барлықтарыңыз подписаться мәзірін басып, комментарий қалдырып, лайк басыңыздар. Және де сериалдың жаңа кейіпкері Бекзат бауырым және осы спонсор болып жатыр. Сіздерге айтар жаңалығы бар. Жігіттер, мен осы жобаның мүшесі болғанына қатты қуаныштымын бірінші кезекте. Және де сол қуанышыммен бөліскім келеді. Яғни осы 3 пачка қарапайым $30,000 теңген. $30,000 мен өз телеграмына тарататын боламын. Закрепленный комментарий кіресіздер, сол жерде ссылка болады телеграмға. Сол жерге кіріп, немедленно телеграмға подписка жасаңыздар жігіттер. Осы ақшаның барын қарапайым жағынан, жақсы жағынан, дұрыс жағынан тарататын боламын бауырларым. От души жігіттер. Және де 8-ші серия шықсын десеңіздер, осы өтінішімізді орындаңыздар.